Баршаңызға қайырлы күн, достар. Тастайтын үйдегі баланың сарғайып кеткен киімінен осындай әдемі, сүйкімді органайзер жасап алатын боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен біз тастайтын сарғайып кеткен осындай баланың киімін аламыз. Оны тігістерінен жақсылап, сөгіп, ажыратып, керек жерімізді қиып алатын боламыз. Бізге қажетті заттар осындай жаман киім және ыстық клей және кардон қажет болады. Кардонды ең алдымен осылай керек көлемде қиып алып, оны ширатып алатын боламыз. Мен дөңгелек органайзер жасайтын болған соң дөңгелетіп аламын. Осы аралықты ыстық клеймен жабыстырып жіберетін боламын. Міне ыстық клеймен жабыстырып алдым. Енді түбін дөңгелек етіп ыстық клей арқылы жабыстырып аламыз. Міне осылай ішкі беті дайын болды. Енді бағанағы киімнің розовый жерін кардонымызды төңкере отырып, ыстық клей арқылы осылай жиектеріне жабыстырып шығатын боламыз. Бұл бізде органайзеріміздің ішкі қабаты болады. Міне осылай ыстық клейдің көмегімен барлық жерін бітеп, оны енді ішіне қарай айналдыратын боламыз. Оның барлығын ыстық клей арқылы жабыстырып жіберетін боламыз. Түбі ашық қалды, түбіне розбый матаны дөңгелек қылып қиып, оны да ыстық клей арқылы жабыстырып жіберетін боламыз. Міне жабыстырып алдық. Енді сыртқы бөлігіне сері түсті матаны жабыстыратын боламыз. Міне оны да жабыстырып алдық. Енді бағанағы кружеваны қиып алып, жиегіне әсемдік үшін айналдыра жабыстыратын боламыз. Және розовый матадан бабочка жасап, оны да сәндік үшін жабыстыратын боламыз. Міне бізде осындай әдемі органайзер шықты. Керекті қажетті заттарыңызды салып қойсаңыздар болады. Менде мата құранды